Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде жаратылыстану сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жарықтың шағылуы дегеніміз не? Балалар, берілген әріптер арасынан мағыналы сөздерді тауып, тақырыпты шығарыңыздар. Қандай сөйлем шықты? Дұрыс айтасыздар. Жарықтың шағылуы деген сөйлем шығады. Балалар, келесі сұраққа жауап беріңіздерші. Жарық деген не? Жарықтың шағылуы дегенді қалай түсінесіңдер? Жарықты шағылдыратын қандай заттарды атай аласыңдар? Адамға жарықты шағылдыру не үшін қажет? Жарайсыңдар балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не туралы болады деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жарықтың шағылуы дегеніміз не? Сабағымыздың мақсаты денелердің жарықты шағылыстыру қасиетін түсіндіру, жүргізілген эксперимент нәтижелерін құрылған жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, қорытынды жасау. Балалар, тапсырма орындайықшы. Суретке назар аударыңыздар. Эвелка дүкен терезесінің шыныларынан өз бейнесін көріп қалды. Эвелка тағы қайдан өз бейнесін көре алады? Бұл заттар несімен ұқсас? Дұрыс айтасыздар. Күнге арналған көзілдіріктен, айнадан, су қоймасының беттерінен көре алады. Балалар, сұрақтарға жауап беріп, зерттейік. Қандай заттардың көмегімен қабырғаға сәуле түсіре аласыңдар? Айнаны немен алмастыруға болады? Парақтың көмегімен қабырғаға сәуле түсіруге бола ма? Балалар, ендеше өз білімімізді бағалайық. Эвелка өз бейнесін көре алатын заттарды атай аламын. Жарық шағылдыратын заттардың ұқсастығын таба аламын. Қабырғаға сәуле түсіру жолдарын атай аламын. Келесі тапсырма. Ойлан, жұптас, талқыла әдісімен жүзеге асырылады. Балалар, сұрақтарға жауап беріңіздерші. Адам жарықтың шағылуын қалай пайдаланады? Суретте қандай заттарда жарықтың шағылуы пайдаланады? Оларды атаңдар. Тағы қандай заттарды білесіңдер? Балалар, тәжірибе жасап көрейік. Айнадағы мәтінді оқи аласыңдар ма? Екінші айнаны пайдаланып көріңдер. Бірінші тәжірибе. Кітапты ашып, тегіс жерде жатқан айнаның үстіне тігінен қой. Айнаның бетіне қол шаммен сол жақтан жарық түсір. Не байқадың? Кітапта түскен жарық пен одан шағылысқан жарықты сипатта. Екінші тәжірибе. Айнаның бетін омаждалған қағазбен жауып қой. Не байқадың? Кітапқа түскен жарық пен шағылысқан жарықты сипатта. Айна мен қағаздан шағылысқан жарықтың қандай айырмашылығы бар? Неліктен? Тағы қандай заттар жарықты шағылыстырады? Балалар, өз білімімізді бағалайық. Тәжірибенің негізінде шағылысқан жарықтың айырмашылығын сипаттай аламын. Жарықты шағылыстыратын заттарды атай аламын. Үйге тапсырма. Қыста тауға көтерілген адамдар неліктен күннен қорғайтын көзілдірік киеді? Тағы қай кезде осындай көзілдірік киетінін іздеңіздер. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Ендеше, аяқталмаған сөйлем әдісі бойынша кері байланыс жасайық. Мен бүгін білдім, маған қызықты болды.
Маған қиын болды. Мен келесі тапсырмаларды орындадым. Мен үйлендім. Жарайсыңдар балалар. Сау болыңыздар.